Сәлеметсіздер ме, сүйікті біздің тыңдарман? Бүгінгі тыңдар ертегілеріңіз Айлакер бала. Ертеде бір жесір әйелдің бір ұл, бір қызы болыпты. Ішсе тамаққа, кисе киімге жармапты олар. Күндердің бір күні баласы шешесінен бақыт деген не деп сұрапты. Балам, кімде кімнің тамағы тоқ, көйлегі көп, уайымы жоқ болса, басында панасы, ақыл айтар данасы болса, бақ деген сол емес пе? Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деген, осы Құдай сонысын бізден аяп тұр ғой, депті шешесі. Талапты ертең нұр жауар деген нақыл сөз бар халықта. Осының мәнісі қалай деп сұрапты баласы тағы да. Талаптанса нұр жауады деген рас балам, бірақ бізден екен кетіп тұр ғой. Мен болсам қартайдым, сен болсан әлі жассың, депті шешесі. Талап жер болса, бақытты көптен емес, жерден табуға болады екен ғой. Олай болса, ол бақытты бөгде біреуден емес, мен өзім тауып алуым керек екен ғой деп бала шешесімен қош айтысып бақыт іздеп жолға шығады. Шешесі жол азыққа, майға, жанышқан, талқан дайындап беріп баласын аттандырады. Бірнеше күн ұзақ жол жүріп, қарны ашып шаршаған бала ит мұрын өтпейтін қалың орманға келеді. Орман үшін дию перілер мекендейді екен. Ей адамзат баласы, қайда барасың? Ажал айдап келді ме сені бұл жерге деп ақырады дию перілер. Қайда барарыңды қайтесің? Күшті болсан, күш сынасуға мен дайынмын. Кел бер, дейді бала. Сынасақ сынасайық, өзінде қан түртіп тұрған бала екенсің. Келсең кел, дейді олар. Кімде кім мынау жатқан үлкен қара тасты қысып, майын шығарса, сонымызға алғанымыз бағынышты болайық. Жарайды. Дию перілер алма кезек тасты қысып, тастан май шығара алмаған соң кезекті балаға береді. Бала қолын уқалаған болып, қойнындағы майға жанышқан талқанды сап-сап майын алақанына жұқтырып алады да, дәу қара тасты қысып-қысып, міне мен тастан май шығардым, енді сендер маған бағыныштысыздар деп айтады бала. Мұны көрген дию перілер баланың күші басым екен деп ойлады. Олар баланы үйлеріне қонаққа алып барып, үлкен сый құрмет көрсетеді. Дию перілер баладан қауіптенеді. Қонақасын берген соң баланы жеке үйге жатқызады. Олардың жүріс-тұрысынан сезіктенген бала үйдің ортасына жатпай пештің ішіне кіріп жатады. Өзінің орнына басқа ұзынша бір затты жатқызып, үстіне шапаны жауып қояды. Дию перілер баланы өлтірмек болып, түн ортасы ауған кезде үйдің төбесінен дәу қара тасты тастап жібереді. Бала өлген шығар деп, ертегісін үйге кіріп келсе, бала тірі екен. Сасқандардан, қонағың қалай, тыныш ұйықтап тұрдың ба, дейді. Аздап бірге шаққаны болмаса, тыныш ұйықтадың ғой, дейді. Үрейленген дию перілер баладан құтылғанша асық болады. Көп алтын қымбат сыйлықтар беріп, олардың диюларға артық баланы шығарып салады. Бірнеше күн жол жүріп, ауыр жүк көтерген перілердің есі әбден шығады. Жолда жатқан жуан бөрені көріп, мынау мені шешемі ұршыққа лайықты бөрен екен деп, оны бір періге арқалатады. Ондағы ойы шешесін де батыр етіп көрсетпек болған еді. Бала көп заттармен шешесіне аман есен келіп қосылады. Дию перілер баланы үйіне әкеліп, өздері жөн-жөнмен кетеді. Сөйтіп талапкер бала өзінің ептілігін, айлакер тапқырлығын арқасында мұратына жеткен екен.